Облысымызда демалыс орталықтары кемде-кем. Сол себепті тұрғындар саябақтарда уақыт өткізгенді құп көреді. Алайда мұнда да кемшіліктер жоқ емес. Кешкісін жарықтандыру жоқ. Сондай-ақ жастар жаппай жиналатын орындар көне Тараз ашық аспан астындағы мұражайда мәз емес. Қазіргі таңда біздің жастар демалатын жерлер шыны керек өте аз. Жазда біз бассейнге бара аламыз, осындай саябақтарға келеміз. Қыстың күні баратын жер жоқ. Мысалы, басқа қалаларды алатын болсақ, мегацентр дейді, басқа Есентай мол Алматыда бар, Керуен Астанада бар. Ондай бізде торгово-развлекательный комплекстер өте даже жоқ деп айтса да болады. Демалыс орталықта асыл екен деп ойлаймыз енді. Әрине балаларға болашақта жақсы ғой, балалардың болашағына. Бәріміз күтіп жүрміз осы меганың ашылуына. Бәрі қызық болады деп ойлаймын. Бұл тек қазір, ал салқын түскенде тараздық тұрғындар мейрамханаларды жағалап қалатыны өкінішті. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында $4,5 миллион бөлінген. Шангрила Люксор кешені 2014 жылы ашылады деп жоспарланған. Алайда Атшабар маңынан ауыз толтырып айтылған кешеннің қаусаған қаңқасын ғана көре аламыз. Атшабар маңында орналасқан мына жерде 55 мың шаршы метрді алып отырған 3 қабатты кешенде 3D форматындағы кинотеатрлар, балаларға арналған ойын-сауық орталықтары, банк филиалдары, тамақтану орындары мен кіші қонақ үйлер жоспарланған. Халықтың күткені де осы болатын. Алайда аталмыш орынның бүгінгі сиқы осы. Жұмыс жасалып та жатқан жоқ. Кереметті күте шаршаған жастар әлеуметтік желілерде де осы мәселенің жауабын білгісі келеді. Тіпті олар Тараз қаласы әкіміне сауал қойған. Құрметті Нұржан Сабитұлы, қаламызда алдыңғы жылы Атшабар тұрғын үй кешенінің жанында Шангрила сауда ойын-сауық орталығының құрылысы басталған еді. Кешен 2014 жылы сәуір айында ашылады деп айтылған. Бірақ әлі күнге дейін кешен соғылып біткен жоқ. Соңғы кезде құрылысы тоқтап тұр. Тараздықтар, әсіресе қала жастар осы орталықтың ашылуын асыға күтіп жүрміз. Шангрила сауда ойын-сауық орталығы қашан соғылып ашылады? 29.09.2011 жылы сатып алу сатып шарты бойынша Сүлейменов көшесі номер 15Б мекен жайындағы жер телімін Шангрила Люксор жауапкершілігі шектеулі серіктестік сатып алған. Қазіргі уақытта жоғарыда аталған нысанның құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс жеке кәсіпкердің өз қаржысымен жүргізілуіне байланысты құрылыстың аяқталуы тапсырыс берушінің қаражатына жағдайына байланысты. Таяу арада ойын-сауық орталықтарын көрмейтініміз анық. Ал облысымызда 277.674 жас бар. Оларға қандай жағдай жасалған? Сала мамандарынан сұрап көрдік. Кеше өткен Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің тікелей қатысуымен өткен еркін форматтағы кездесуде де жастардың өзекті мәселелері көтерілді. Соның бірі қаламыздағы мынау жастар баратын кинотеатрлардың аздығы, жоқтығы былайша қарап отырсақ, және жастардың ойын-сауық орталықтарының жоқтығы. Бүгінгі күні бұл мәселеге қатысты бізде де арнайы жоспарлар бар, және біз алдағы уақытта осы жастарға қызмет көрсету орталығын ашсақ па деген жоспарымыз бар. 2012 жылы өткен жас отан жастар қанатының екінші съезінде елбасымыз барлық облыстарда жастар сарайы соғылсын деген. Алайда одан бері 4 жыл өтсе де дағдарыс салдарынан бой көтермей келеді. Жауаптылар болса, барлығы болашақтың еншісінде дейді. Осылайша ойдағы жоспар сан сылтаумен сырт қала бермек. Дина Али, Ермек Кеншімбек, 7 News.